мен бәріне көмектестім. Мен өзім жемей соларға бердім дейді. Өзім кимей соларға алып бердім киімді дейді. Алды да бір нәрсе болған еді, сен жамансың деп менімен араласпай қойды дейді. Күніге осылай бір әйел келеді. Не үшін осындай болды? Аллахтың разылығы үшін емес, мынау адам үшін жасалды. Ол закон, мынау әлемнің заңдары бар. Заң бойынша сен біреуге жақсылық жасасаң, осы адам үшін, ол адам оның бәрін жоққа шығарады. Кішкентай балаларға қараңызшы, біреу айтады. Көп әйелдер келеді. Қызым, балам дейді, мысалы әкесіз өсті дейді. Мен ол қызыма дейді, өзім ішпей жемей бәрін соған бердім дейді. Айпадын да алып бердім, компьютерін алып бердім, машина алып бердім 16 жасында дейді. Киім бүкіл бренд бар ма? Өзім 3 жұмыс жасаймын, ұйықтамаймын, тамақ жемеймін, жаман киінем, қызыма бәрін алып бердім дейді. Сөйтеді, қызы не істейді? 16-ға келеді да, аборт жасайды, наркоман болады, білген жасайды. Сол кезде мынау жылайды, айтады, мен не дұрыс емес жасадым дейді. Мен оған бәрін бердім ғой дейді. Ондай былай жан-жағыңызға қарасаңыз да бұндай ситуация өте көп кездесесіздер. Не үшін ондай болды? Өйткені мынау алды бәрін істеді, істеген бәрін жоққа шығарды. Сондықтан адам нені үйрену керек? Ең бірінші кез келген іс-әрекетті Аллахтың разылығы деп жасаймыз.